Сәлеметсіздер ме балалар? 4-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша қарсы мәнде сын есім тақырыбындағы онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаты дерек көздерден қажетті ақпараттарды табу, кездескен жаңа сөздердің мағынасын мән-мәтін бойынша анықтап, ақпаратты қорытындылау. Енді балалар, өткен сабақтар бойынша сын есімді еске түсіру мақсатында бейнефильмді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Ай мектеп. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге Л, Д, Т, С жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-гыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады.
Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, д, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Ал енді балалар, ойна, ойла, толықтыр әдісі бойынша мына сөздердің қасына қарсы мәндес сөздерді қоямыз. Жақсы, жаман, тұщы, ащы, оңай, қиын, жұқа, қалың, ылғал, құрғақ, жуан, жіңішке. Ал балалар, енді осыдан қандай қорытынды жасауға болады? Дұрыс айтасыздар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз қарсы мәндес сын есімдер деп аталады. Мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді қарсы мәндес сын есім деп атаймыз. Мысалы, қалың, жұқа, жоғары, төмен, алыс, жақын. Енді балалар, оқулықтарының 92-ші бетіндегі бала тоқтар әңгімесіне қарайық. Мәтінді оқып бөліктерге бөлеміз, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямыз, және мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап анықтайтын боламыз. Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманың дескрипторы бойынша мәтінді оқып бөліктерге бөлдіңіздер, сұрақ қойдыңыздар, және осы мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын анықтадыңыздар. Енді балалар, осы оқылған мәтінге қатысты қысқаша қосымша ақпарат берейін. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарқаралы ауданы Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. Енді балалар, мына тапсырмаларға назарымызды аударайық. Мақалдардың қатесін түзеп, көшіріп жаз. Ондағы сын есімдерді тауып сұрақ қой. Кездескен жаңа сөздердің мағынасын анықта. Үлкен кісі қостар, кіші кісі бастар. Қалай болады балалар? Мақалдың қатесін қалай түзейміз? Дұрыс айтасыңдар. Үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар. Бұнда сұрақ қойып сын есім табайықшы. Қандай кісі? Үлкен. Қандай кіші? Кіші. Бұнда үлкен, кіші деген қарсы мәндес сын есімдер. Келесі, жаман болсаң озарсың, жақсы болсаң азарсың. Бұл қалай болады? Жаман болсаң азарсың, жақсы болсаң озарсың. Қандай болсаң? Жаман. Қандай болсаң? Жақсы. Бұнда жақсы, жаман деген қарсы мәндес сын есімдер. Келесі, жақсы бала тойлағыш, жаман бала ойлағыш. Бұл қалай болады? Дұрыс айтасыз. Жақсы бала ойлағыш, жаман бала тойлағыш. Қандай бала? Жақсы. Қандай бала? Жаман. Мұнда да жақсы, жаман қарсы мәндес сын есімдер. Бұл тапсырманың дескрипторы бойынша мақалдардың қатесін түзедіңіздер, ондағы сын есімдерді тауып сұрақ қойдыңыздар, кездескен жаңа сөздердің мағынасын анықтап қорытындыладыңыздар. Келесі тапсырма балалар. Сурет бойынша мәтін құрастыр, мәтіннен қарсы мәндес сын есімдерді тап, бір сөйлемді сөйлем мүшесіне талда, сын есім сөйлемде қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын табу. Жарайсыңдар балалар.
Бұл тапсырманы орындау бойынша сіздер сурет бойынша мәтін құрастырдыңыздар. Мәтіннен қарсы мәндес снесімдерді тауып, сөйлем мүшесіне талдадыңыздар. Сөйлемде снесім қандай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын таптыңыздар. Өте жақсы балалар. Енді мына өлеңге назар аударайық. Абай Құнанбаевтың «Желсіз түнде жарығай» деген әнінен үзінді. Балалар, биыл Абай Құнанбаевтың неше жылдығын тойладық біздер? Дұрыс айтасыздар, 175 жылдық мерейтойын тойладық. Енді осы Абай атамыздың өлеңіне назар аударайық. Бұл өлеңдегі снесімдерді тауып, оған қарсы мәндес снесімдерді айтыңыздар. Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл өлеңде снесім желсіз, қандай? Қандай түнде? Желсіз. Қандай ай? Жарық. Қандай сай? Терең. Міне бұл өлеңдегі желсіз, жарық және терең снесімдеріне қарсы мәндес снесімдер табайық. Желсіз, желді, жарық, қараңғы, терең, таяз. Бұл тапсырманың дескрипторы бойынша сіздер өлеңнен мәнерлеп оқып, өлеңді снесімдерді таптыңыздар. Сол тапқан снесімдеріңізге қарсы мәндес снесімдерді айттыңыздар. Енді балалар, үй жұмысына ережені қайталап, 40-шы жаттығуды орындайсыздар. Бұл жаттығуда мағынасы жоқ снесімдерді бір бөлек, қарсы мәндес снесімдерді бір бөлек топтастырып жазасыздар. Неліктен солай топтастырғандарыңызды дәлелдейсіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.